Баршаңызға сәлем, Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Мен өзімді қысқа нұсқа таныстырып өтуді жөн көрдім. Есімім Айзада, фамилиям Тұңғышбаева. Осы 8-ді бітіріп, 2 жыл осы тігін саласында оқыдым. 2 жыл закройщица болып істедім. Одан кейін үйде тапсырыс алып, үйде отырып тапсырыс алып, киім тіге бастадым. Одан кейін мен сол бір ата-аналардың айтуы бойынша қыздарды үйрете бастадым. Ол 1980 жылдан бастап мен қыздарды жай мен үйрете бастадым. Содан өз қателігімді, кигенде киімдерін асылып тұрып, қай жері киім, қай жері тар, солардың бәрін топтап, керемет жаңа тәсілмен қалай пішуді топтастырып, қыздарды осы күнге шейін сол жаңа методикамен үйретіп келемін. Әлінге шейін мен қалай пішіп, қалай тігу өте жеңіл түрін ізденіп, осы қыздарға көрсетіп жүрмін. Ең алғашқы менің бір бизнесім ол жібек жіп тігін курсы Шымкент қаласында. 4 жылдай біз онлайн сабақ Қазақстан бойынша тарқатып отырдық. Әрі офлайнда сабағымыз бар, 30 қыздан күнде оқытып отырдық. Мінекей, ол серіктесім қасындағы Жансая Төрехан қызы. Ол өте керемет, жаңағы реклама жүргіздіріп, адамдарды тартып, өзі де шебер қыз, өте білімді қыз болған. Екеуміз бірге жұмыс жасадық. Пандемиядан кейін мен осы Астана қаласына келіп, қыздарды үйретуді жөн көрдім. Міне, қазіргі таңда 2-ші жылға қадам басып тұр. Өте көп қыздар бұл жерде үйреніп оқыды. Кішігірім ателье ашып алғандар да бар, үйде тапсырыс алып тігіп атқандар да бар. Керемет, бәрі азын аулақ болса да қаражат тауып отыр. Жыда болмағанда өз жан ұясына киім тігіп, үнемдеп, ақша тауып отырғандар қаншама. Переделка жасап атқандар, кәсіп ашып, жаңағы прокатқа беріп атқандар, тапсырыс алып, үйде отырып тігіп атқандар да қаншама қыз келіндер бар. Мінекей үстіп жайлап, менің шәкірттерім көбейіп жатыр. Мен қазіргі таңда YouTube-банда жұмыс істеймін. YouTube каналында көптеген жеңіл түрінде түсіріп отырмын. Осы біздің Қазақстан бойынша қыз келіндер үйренсін деп. Бір Қазақстан емес екен. Қазіргі кезде маған Қырғызстан, Өзбекстан, сол жақтардан да қыздар рахметтерін айтып, YouTube каналыңызды көріп, керемет оңай түсіндіреді екенсіз деп айтып жатқандар бар. Міне қыздар, тігін тігу деген соншалықты қиын емес. Оның жаңа тәсілін, методикасын білсеңіз болды. Ар қарай ол тігісті тігіп, оның сатылу жолында білген жақсы. Ол да өте жеңіл сатылу жолында. Егер әдемі киімді өзіңіз тігіп киіп шықсаңызда, жора жолдастарыңыз әдемі екен, кім тікті десе, өзім тіктің десеңіз, ол да рекламаның бір түрі. Сол арқылы да маған да осылай бір киім тігіп берші деп айтып отыратын болады. Міне, және де туған туыс бауырларың арқылы да тапсырыс алуға болады. Алғаш бастағанда өте төмен бағаман бастау керек. Сөйтіп үйреніп аласыздар. Кейде жаңа клиенттардың сөздері де болады. Ол сөздерді шіли ауыр жүрекке алуға болмайды. Әрине қате болады. Енді тігіп атқан адамдардікі еш нәрсе емес. Келешекте оны жаңа жөндеп, ой, осы жерден қата жіберіп, ыңғайсыз болды. Келешекте бұдан әдемі тігейін деген сияқты мағынада тігіп отырасыздар. Және де мына тапсырыс алу үшін де өздеріңіздің инстаграмдарыңызды әдемі қылып жүргізу керек. Бизнес инстаграм қылып. Сол жерде сіздер өзіңіздің жаңағы пішіп атқаныңыз, бөлшектеп тігіп атқаныңызды, және де
жаңағы тігіп болғаннан кейін дайын киімдеріңізді көрсетіп, бөлшектеп сториске салып отыруымыз керек. Және де WhatsApp'та сторисіне де салуымыз керек. Сол арқылы бізді көп адамдар танитын болады. Ол Instagram деген ол біздің визитный карточкамыз. Бұрын біз мынандай карточкасы деп істеп тарқатып жүретін едік. Енді қазір осындай современный кезінде бұл Instagram'ды визитный карточка деп айтуға болады. Мінекей қыздар, біздің осы Айзада шебер курсы азіргі кезде Астана қаласында Дүкенұлы 21-ші үйде орналасқанмын. Мен өте жеңіл түсіндіріп, жеңіл пішуді үйретемін. Енді мен сіздерге бүгіннен бастап осы бөлшектеп қалай пішуді көрсетпекшімін. Сіздер де мұқият қарап көріп үйреніп алыңыздар. Көбісі 52-ші размер, 54, 60-ші размерді қалай саламыз дейді. Мен сол туралы кереметтей өте жеңіл түрінде сіздерге жеткізгім келіп отыр. Туған туыс бауырларыңызға, таныстарыңызға да киім тігіп үйренем деген бар қазақстандарға тарқатып жүріңіздер. Міне, менімен жақсылап таныста болдыңыздар. Астына комментария жазыңыздар. Қандай түсірілімді көргілеріңіз келеді. Мен соны сіздердің айтуларыңыз бойынша жоспарлап осы YouTube каналына шығарып отырам. Тегін қыздар, мұқият қарап үйренсеңіздер, мен өте қуанып қалар едім. Комментарияға да жазыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар.